Достар, менің сіздерге алғыс видео жарияланды. Келесі видео осы жолы мен осы дәл қазір уақытпен сіздерге көптеген видеоны түсірмекшімін. Себебі менің шабытым өте жақсы. Мен егер де шабытым өте жақсы болған кезде мен тоқтамаймын. Мен түсіре берем. Ал егер де менің шынымен де шабытым жоқ, мен сөйлей алмайтын болсам, менің көңіл күйім жоқ болса, онда мен ештеңе де жасай алмаймын. Осы жолы көңіл күйім бар, шүкір. Достар, мен сіздерге өзімнің Лаураның 10 амалы деген видеоны жібердім, жолдадым. Сол амал сізге ұнаса, сол амалмен жүре беріңіздер. Ал егер де мен оны 2019-ға қалдырып кеттім. Егер де менімен бірге өзіңіздің өміріңізді өзгерткіңіз келсе, өзіңіздің ойлауыңызды өзгерткіңіз келсе, өзіңіздің жан-жаққа позитивті ойлағыңыз келетін болса, күнде тұмсырайып жүргіңіз келмесе, онда менімен бірге іс-әрекет жасаңыз. Мен 2020-ға жаңарттым. 10 амалым дәл сол күйінде, бірақ жаңадан бәрі жаңа күйінде болып өзгерістер жасадым. Достар, айтпағым, жалпы екі елді салыстырдым ғой, Қазақстан және Польшаны. Қараңыздар, біз елде бәрі жұмыс жасайды. Жақсы, мен жамандамаймын, мен елімді қатты жақсы көремін, мен бағалаймын, мен әлі елімді көркейтемін. Мен еліме барып, әлі талай дамытып, көп нәтижеге қол жеткіземін, сенімдімін. Бірақ айтпағым, қараңыздаршы, бізде көптеген адамдар, мен автобусқа міндім, сонда адамдар тұнжырайып, бәрі осылай ұйықтап отыр, шаршаған, түсінем, қиын, ауыр, бірақ өз жұмысыңыздан ләззат алыңыздаршы. Қараңыздаршы, мен осында келгенде, ең бірінші курс студенті болғанда, автобусқа барамын, рас, менде шаршап, таң ертең қайшан 6:39 па сондайда тұратынбыз. Автобусқа мінетінбіз, сонда отырғанда мен кәдімгідей шаршап ұйықтап отыратын едім. Қалып бітем, дос қыздың үстіне осылай жата тұрамын, ұйықтап кетем, сөйтіп отырдым, мен рас мойындаймын. Бірақ бәрінің көзіне қараймын, автобуста отырып, бәріне қарап отырғанда ешбір адам ұйықтамайтын. Білесіз бе? Көздері кәдімгідей мен сияқты ашық көзім. Деп, телефон қарап, кітап оқып отырады. Білесіздер ме? Мен өте қатты таң қалдым. Сонда ғана мен деген түсіндім, бұл халық сонда өз жұмысына өзі ләззат алады екен ғой деп. Енді бар болады ғой енді. Мен енді пойызбен жүргенде енді адамдар ұйықтап отырады, рас. Абылай енді көп адамдар ұйықтамай, кітап оқып сөйтіп отырады екен. Сонда сіздерге де айтпағым, өз жұмысыңыздан өзіңіз ләззат алыңыз, менімен бірге өзгерем десеңіз, менің жаңа 2020-ға ашылған, жаңадан өзім бастаған, өзім жазған 10 амалымды менімен бірге бастаңыз. Мен бастап кеттім, бүгін 2-ші күн болды. Менімен бірге бастаңыз, мен күнде таңертең жасаймын. Ұйқыдан тұрам, жасап тастаймын. Сіз жасаңыз, сіз дағдыға айналдырыңыз, өзіңізді өзіңіз ұстаңыз, сонда ғана сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Менімен бірге жасап тұрыңыз. Мен сіздерге былай етіп жаздым, бірақ көрсетпеймін ішінде не бар екен. Осылай жаздым. 2020 Лаураның жаңа 10 қадамы деп жаздым. Мен ұйқыдан тұрғаннан кейін барлығын реттеп тастаймын, сосын отырамын. Отырғанда мен дұға оқимын. Таң дұғасын оны ғаламтордан өзіңіз қарауыңызға болады. Мен жатталып қалды, қуаныштымын, шүкір, мен күнде оқимын. Оқып болғаннан кейін өзімнің алғысымды айтамын. Өзімнің тілегімді айтамын. Кешіріңіз, алғыс емес, тілегімді айтамын. Алладан сұрайтын тілегімді айтамын. Айтып болғаннан кейін бір стаканға су құйып ішемін. Ішкеннен кейін мен деген тамағымды әзірлеймін, тамағының бәрін ішемін, отырамын, столдың үстіне отырамын. Отырған кезде Алланың 99 есімінен бастаймын. Кейбір есімдер жатталды, кейбір есімдері әлі жатталмай жатыр. Бірақ міндетті түрде мен оны Алла қаласа жаттаймын. Алланың 99 есімін жаттап алыңыз деп айтар едім сізге. Оны ютубтан қараймын мен. Содан кейін мен сүрелерге көштім. Сүрені оқимын. Оны 10 амалға кіргізбедім мен. Ең бірінші соны бастаймын. Сүреде мен ең басында Фатиха сүресіне бастап жатырмын. Қазір тілім келіп, жайлап жаттауға дағдыландым десем де болады. Солай бастаймын. Сосын енді мен амалдарыма көшейін. Ең бірінші амалым мен елестету деп аталады. Сіз өзіңіздің 2020-ны қалай елестетесіз? Сіз неге қол жеткізгеніңізді елестетесіз? Соны бүге-шүгесінен елестетіңіз. Болмаса ертеңгі күн сіз үшін қандай күн болмақ? Сабақ, экзамен,
я болмаса сіз көпшілік алдында сөйлейін деп жатырсыз ба, не істейін деп жатырсыз, соның бәрін бұл кеште видеосіне елестетіңіз. Елестетіп болғаннан кейін кино, шағын метражды кино жасаңыз, иә. Екіншісі аффирмациялар айтыңыз. Міндетті түрде аффирмация. Мен сіздерге кішкене бөлісіп кетейін, өзімнің тек үшеуін айтып кетейін. Менде өзімге жетеу, бұрында 10 болды, қазір жетеу айтамын. Себебі өзіңізге байланысты аффирмациялар айтыңыз, ешкімге байланысты айтпаңыз. Ол үлкен минус, өзіңізге қатысты болды. Мен сенімен бөлісіп кетсем, күн өткен сайын мен өзімді жақсы сезінемін. Аффирмация. Жинақылық, сабырлық, шаттық. Аффирмация. Және үшіншісі мен бөлісейін. Проблема жоқ, тек қана мүмкіндіктер. Осылай өзіңіздің келекті аффирмацияларыңыз жазыңыз, қайталаңыз, миыңызға бару керек. Өзіңізге не керек, сонда қайталауға болады. Қайталаңыз, есіңізде сақталу керек. Және менің ең жақсы үшінші қадамым ол мен. Тек қана мен деп аталады. Мен кезінде дәптерді алдым, бастағанда 20 менім жаздым. Мен ақылдымын, мен ибалымын, мен абаттымын, мен қолымнан бәрі келеді деген сияқтылар. Менің өзімнің мынадайым бар, мынадай деген сындылар, иә. Өзіңіз жазыңыз. Бұрын 20 болса, қазір енді 2019-ның соңында 60 болды, 2020-ның басында бірінші күні 23 болды, жатаспасам, бүгін 30 бір нәрсе болды. Көтеріліп келе жатыр да, күн өткен сайын көтеріле береді, және өзіңізге сенімділік артады. Жазыңыз. Төртіншісі, күнім туралы жазам. Мен күнім туралы міндетті түрде жазам. Жазғаным неше жыл болып қалды, 3 жылдай ма болып қалды, жатаспасам. Мен міндетті түрде жазам. Себебі мен жетістікке жеткен күнім жазам, бәрін жазам. Ол міндетті түрде кітап болып шығады. Мүмкін сіз оқисыз, мүмкін оқымарсыз, білмеймін енді, бірақ сонда да мен жазам. Келесі, 5-ші менің планым. Жалпы достар, мен планды үлкен А4-ға жаздым. Мен планды осылай жаздым. Мен 2020-ға негіз план жазып қойғам. 2020-ға ретретіме жаздым. Мысалға, мынау дәптер болатын болса, мынау дәптермен мен былай жаздым. 1, 2, 3, 4, 5 дегенде мына жерге қайда барам, не істеймін туралы жаздым. Бұл қана Қазақстанға кетемін, былай, солай әртүрлі пландарым жаздым. Осы 10 қадамыма келдім, 10 қадамның 5-ші планға келдім. Планға келген кезде пландардың ешқайсысы ұнаған жоқ. Бәріне өзгертуге тура келді. Маған ешқандай план ұнаған жоқ, нақтылық жоқ. Сосын бәрін сыздым. 2019-да орындалған пландарым бәріне птичка қойып сыздым. Сосын анаммен сөйлесе арқылы сөйтіп керек емес болып қалды, уже мен планым ойнамай қалды да, дата жоқ, ештеңе жоқ. Сосын осылай жасадым. Менде үлкен андай не бар. Қазір сіздерге көрсетіп кетейінші планымды. Қазір күтіп тұрыңыздар. Мына жақтан негізі почтадан мынадай сатып алған болатынмын. Менің не істейтінім туралы осылай көрсетіп кетейін. Арманда картасы бәрі бар мында. Мен өзіммен жақсы айналсам да, сондықтан міне алыстан көрсетейін. Осылай ортасынан 2020 деп қойдым. Сосын не істеу керектігін бәрін жаздым. Қаңтардан бастап мен осылай барлық 12 айын бәрін жаздым. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, июль, август, сентябрь. Қазан, қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша деп желтоқсан бәрін жаздым. Бәрін жаздым. Бөліп тастадым. Қаңтар айында не істеймін, ақпанда не істеймін, бәрін бөліп тастадым. Сосын келесін қаңтар айын үлкейттім. Қаңтар айын үлкейттім де даты қойып тастадым. Мынаны бүйтем, мынаны сөйтем, сөйтем деп бәрін жазып тастадым. Ол орындалып біткеннен кейін ақпанды істеймін. Ал сосын 2020-нікі нақты түрмен де, мысалы былай ғой, қаңтардікін жазып тастадым. Енді осы орындалып сызғаннан кейін ақпандікін жазам. Солай жазам. Менде барлық жылға жоспарым негізінде осылай болып тұрады. Осылай жазып қоймыз. Не істеймін? 2020-да мынадай бүйтем, 2020-да бүйтем, 2020-23. Ретретіме жазып тастадым. 2020 орындалып бәрі біткеннен бәрін істеймін. 2021-ді ашам бәрін. Кәдімгідей. Сосын солай жазам. Так, келесі.
менің планым осы. Сосын менің 6 қадам бар, сіздерге айттым. 6 қадамда мен маған нақты сома керек. Маған бүйтуге солай 6-шы қадам, достар, айтпағым үзіліп кетті, жаңа жалғастырайын. 6-шы қадам ол мен сіздерге жібердім. Ол ютубта бар, жоқ емес, бар. Ол өзгерген жоқ, оны қарасаңыздар болады. Оны мен созбалап айтпай-ақ қояйын. 6-шы қадам ол айна жаттығуы. Жалпы сіз мысалға мен алайын, мысалы мынау айна болсын. Мынау менде айна, мынау мен. Өзіңізге қарайсыз. Бұл сіздің қарап тұрғаныңыз, бұл сіздің меніңіз. Сіздің екінші адамыңыз. Сіз, бірақ сіздің ішіңіз, жан дүниеңіз болып табылады ғой, енді қарап отырсаңыз. Қарайсыз да, бұны оң көзіне қарайсыз, мына айнаның оң көзіне қарайсыз. Оң көзі сонда мына жаққа тіркеледі, мынау сол көзі, мынау оң көзі, мынаған қарайсыз ғой сонда. Оң көзіне қарайсыз да өзіңізге айтасыз. Сен қандай әдемісің, сен бүгінгі күнің мынадай болады деп өзіңізбен сөйлесіңіз. Жай ғана сөйлесіңіз, кілем плюстар айтыңыз, негатив мүлдем қолданбаңыз. Жоқса өзіңізге сәттілік жолдаңыз, өзіңізді күніңіз сәтті өтетініне, достарыңыз көп екеніне, әр нәрсеңізге шүкір айтып сөйтіңіз. 7-шісі йога жаттығуы. Жалпы осы айна жаттығуы мен йога жаттығуын мен Алмасапынан алдым. Шыны керек. Мен осыға дейін ешбіріне оқымадым ондайды, қарамадым, бірақ жаттығуды осы арқасында кіргіздім. Йога жаттығуын кундали деген бар. Сол йога жаттығуын жасаймын міндетті түрде. Сізде жасаңыз деп кеңес берер едім. Қандай жаттығу бар? Отырыңыз, жасаңыз. Мына жерде меніңіз болады. Сіз менің медитациямды оқи алсаңыз, меніңізбен кездесіңіз. Өзіңіздің меніңізден айырылып қалмаңыз, оны ұстаңыз, қасыңызда болыңыз, достасыңыз, иә? Міндетті түрде ұмытпаңыз. Сосын 8-шісі менде тілдер. Мен әртүрлі тілдерді бастаған болатын. Негізі мен басқа қалада оқығанда ағылшын, неміс, түрік, қытай және тағы бір тілді бастадым. Қай тілді бастадым? Тағы бір тілді бастадым, ұмытып қалыптым. Барлық тілді бастадым, курстарға барып жүрген болатын. Мен ана жерде отырады, солай бардым, бірақ та әрі қарай мүмкін емес болды баруға, кетіп қалдым, бүйттім, көштім, әрі қарай қалды. Мен қазір кезде тек қана ағылшындармен қарай дамытып жатырмын. Онымен қалса, егер де ағылшын болатын болса, неміс тілге көңіл бөлгім келіп жүр. Неміс, онымен қалса түрік, онымен қалса тілдердің бәрін білгім келеді. Шын керек, мойындаймын, жасырмаймын. Әлемнің барлық тілдерін білгім келеді, жай ғана. Тілін білгім келеді дегенде жазбай-ақ қойын, ол тілдерді ағылшыннан басқа жазбай-ақ қойын. Жай ғана олармен адамдармен сөйлесем, адамдарын түсіне білсем, болды маған жеткілікті. Адамдардың не ойлайтынын түсіне білсем, екі адамның не туралы сөйлесіп отырғанын түсінсем, болды. Олармен сөйлесіп әрі қарай істесем, бұл өзі мен үшін үлкен дәреже. Негізі. Келесі 9-шысы кітап, видео. Мен қазіргі кезде кітап оқып жатырмын. Мен сіздерге инстаграмда қуанышыммен бөлістім. Мынадай кітап сатып алдым, сөйтіп сол кітапты оқып жатырмын. Алдағы уақытта оқылу керек тағы да 2 кітаптар, бірақ онымен жоспарым бойынша ақпан айында оқимын. Наурызда бітіремін сол 2 кітапты. Біреуінде 300 бет, біреуінде 600 бет аудиум жазбасам. Солай жасаймын. Қазір кезде 1 кітапты оқып жатырмын. Видеоларға келетін болса, әртүрлі видеоларды қараймын. Әртүрлі видеоларды қараймын деп айтпай-ақ қояйын. Қатты қарамаймын, анам жібереді, сол арқылы қараймын. 10-шысы медитация. Медитация жасаймын. Жатам, медитация тыңдаймын, болды. Демаламын. Мынаның бәрі бос болады. Сізде басыңыздың бәрі бос болу керек. Ойыңыздың бәрі бос болу керек. Сіз ештеңе ойламау керексіз. Сізде ақ қағаз болу керек. Болды, ештеңе ойламай жүресіз. Міне алдым. Сіз мигім. Мынау маған керек. Болды, оған қол жеткізу керексіз. Негізі біз сөйту керекпіз ғой. Біз ойлай бермеу керекпіз көп нәрсені. Сондықтан мен сіздерге осы 10 амалыммен бөлістім. 10 амалын жасаңыз, достар. Ерінбеңіз, сіз дағдыға айналдырыңыз. Қолыңыз бос па, үйде жатырсыз ба, жасаңыз, күнде жасаңыз. 30 күн жасаңызшы. Өзіңізге сенімді нық боласыз. Шын сөзім. Жасаңыз, ерінбеңіз.
алға жүріңіз, алға қадам басыңыз. Егер сіз алға қадам баспасаңыз, сізді ешбір адам сүйрей алмайды, сізді ешбір адам сүйрегісі келмейді. Жетістік өзіңіз арқылы болу керек. Жетістікке тек қана өзіңіз жетесіз. Ешбір адамның сөзін тыңдамаңыз. Өзгергіңіз келе ме? Өзіңізден бастаңыз. Қиындық жоқ өмірде. Қиындататын өзіміз ғана өмірді. Өмір ол деген, білесіз бе, сөзбен айтып жеткізуге мүмкін емес. Оның мүмкіндігі көп. Мына бір ғаламшардың шексіз мүмкіндігі бар. Өзіміз оны көрмейміз, өзіміз оны жабамыз, өзіміз кілең жердің бәрі негатив. Сіздердің ойларыңыздың бәрі, сіз ойлап жатырған боларсыз, мынау не айтып жатыр, мен мынаны тыңдағым келмейді, менің ақшам аз. Сол Қазақстан айтатын, ақшасы аз, жұмысым жоқ деп кейбіреулер жатады. Кейбіреулер айтады, қызым мынаған қар. Достар, ол өткінші. Сізге айтайын, бұл өмір өткінші. Өтеді, кетеді, бітті. Сіз дәл қазір ойламаңыз оны. Ол уақытымен өтеді де жоқ болады. Сіз оны ойлай берсеңіз, ол үлкен бола береді. Одан сайын тағы да біреу аласыз, тағы да біреу ақша аласыз, онымен солай отыра бересіз. Сіз ойламаңыз. Айтады ғой, ақшаны дейді, депозитті жабуды ойламау керек дейді адам. Керісінше ақшамды қалай көбейтсем болады деп ойлау керек дейді. Сол дағдымен жүріңізші. Болды. Сізде бәрі жақсы болады. Шын. Сіз менің дағдыммен жүріңіз. Менің дағдымды күнде қалыптастырыңыз. Жақсы. Кем дегенде 15 күннің ішінде өзіңізден өзгеріс табасыз. Нақты айтам, өзгергіңіз келеді екен, өзіңізден бастаңыз. Өзгерген екенсіз кішкене болса да, бұрын мен жаңа, қазіргі кез төменге жазыңыз. Мен сіздің өзгеруіңізге кішкентай болса да септігім тигізсем, төменге жазыңыз. Мен де көріп отырғым келеді, мен де қуанғым келеді сіздер үшін. Шын. Сіздерге көп нәрсені айта бергім келеді, бірақ та уақыт созғым келмейді. 50, 90, 100 минуттық сөйлегім келмейді. Қысқа нұсқа сөйтіп сөйлегім келеді. Достар, бәрі орындалады. Тек сеніңіздер. Негатив мүлде ойламаңыз. Ештеңе ойламаңыз. Жүре беріңіз өмірге. Жолдасыңыз, балтарыңыз болса, оларға мейірім шапағатын бөлеңіз, төгіңіз. Сонда ғана сізде бәрі жақсы болады. Мен 100% сенемін. Әрбір адам дүниеге келген екен, әрбір адам бақытты болуға лайықты. Және сіз де лайықты болып табыласыз. Тек қана алға, жеңістен сіз де шығасыз, сіз де осылай видео түсіріңіз, сіз ешкімнен кем емессіз, түсіріңіз, сөйлеңіз. Міндетті түрде сізді де басқа адам қарайды, бірақ ең бірінші өзгеріңіз. Мен өте қатты қуаныштымын, қуанышымда тек сөзім жоқ. Жеткізетін сіздерге. Менен бір нәрсе сұрайтын болсаңыз, сұраңыз, мен әрқашанда онлайнмын, мен әрқашанда бармын. Сіздерге көмектесуге әзірмін. Игі тілекпен, Лаура. Бәріңізді жақсы көремін, бәріңізге жүрек жібердім. Рахмет, сау болыңыздар.